Ассалаумағалейкум, құрметті ойлан қазақ арнасының көрермендері, сіздермен ағартушы мен Собек. Құрметті қандастар, бүгінгі видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Өйткені бүгінгі видеода мен қазақ қоғамының бүгінгі күйіп тұрған үлкен мәселелерінің жалпы түбі неден басталғандығын және бүгінде ол қандай қауіпті жағдайларға алып келгендігін, сонымен қатар жалпы ол мәселелердің барлығының шешімі бар ма? Осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Мен өзімді ағартушы және кәсіпкермін деп таныстырамын. Ағартушылығыма дәлел ол менің құрастырған, жазған, аударған кітаптарым. Ал кәсіпкерлігім ол мен бүгінгі таңда жалпы жасанды интеллект, робототехника, осы салаларда кәсіппен айналысамын. Енді көп созбай жалпы бүгінгі сұрақтарға жауап берейік. Бүгінгі қазақ қоғамының мәселелерінің түп негізі неден басталып тұр? Оның барлығының себебі не деген сұраққа жауап беретін болсақ, оның барлығының себебі екі нәрсе. Оның біріншісі отарлық сана, екіншісі сауатсыздық. Бірінші түсінік бере кететін болсақ сөзге, ол отарлық сана. Отарлық сана деген не? Бұл біздің 300 жылдан астам немесе 300 жылдай уақыт Ресей империясының және сонымен қатар Кеңестер одағының құрамында болғандығымыз. Міне сол кезде бізге қарсы жасалған бүкіл ақпараттық, саяси идеологиялық соғыстың нәтижесі бүгінде біздің халықтың санасында отарлық сананың орнығуына алып келді. Ал екінші сауатсыздық деген не? Бұл кітап оқи алмау, көбейту көстесін білмеу емес. Бұл барлығымыз академиялық тұрғыдан сауатты болсақ та, біздің дінімізден, салт дәстүрімізден, мәдениетімізден, тілімізден ажырап қалып жатқандығымыз. Міне осы сауатсыздық турасында мен айтып отырмын. Енді жалпы бұлардың барлығының түп негізі неде жатыр дейтін болсақ, олардың түп негізі тарихта жатыр. Сол себепті мен сіздерге мына кітаптарды қолдана отырып, алдағы уақытта Алла бұйыртса көптеген білімдермен осы кітаптар бойынша бөліссем деп отырмын. Осы кітаптардағы фактілерді білу арқылы біз отарлық санадан арыла аламыз. Бүгінгі таңда қазақ қоғамында жаңа айтып өткенімдей әртүрлі салада өте көп мәселелер бар, және діни, ұлттық, айтыс тартыстар, сонымен қатар қоғамда болып жатқан түрлі мәселелер, әр салада соның барлығының негізі себебі осы отарлық сана, яғни бізге қарсы шығған ақпараттық шабуылдар. Ал сауатсыздық дегеніміз ол да сол отарлық санадан, отарлық біздің тарихымыздағы өкінішке орай қаралы, қайғылы кезеңдердің жемісі болып табылады. Енді оның барлығынан арылуға болады ма? Оның шешімі бар ма деген кезде, мен қазір ғана айтып өткендей, осы тарихты білетін болсақ, осы кітаптарды оқитын болсақ, және осы кітаптардағы біздің тарихи қателіктерімізден сабақ алатын болсақ, Алла бұйыртса, біз отарлық санадан арыла алатын боламыз. Сол себепті мен осы бір жолды бастап отырмын. Бұған дейін мен басқа салаларда ағартушылықпен айналысқан болатынмын. Енді нақты тарихи ағартушылыққа келдім. Сол себепті біздің видеоларды міндетті түрде көріп отырыңыздар, және лайк басып, пікір жазып, астына сұрақтарыңызды қойып, видеоны бөлісіп отырыңыздар. Өйткені мен сіздермен осы екі кітаптағы өте үлкен білімдерді бөлісетін боламын, және бұл білімдерді білу арқылы біз өзіміздің ата тарихымызды білеміз және отарлық санадан арыламыз. Сол арқылы егер біз көп болсақ, көп адам көретін болса, халық болып, Алла бұйыртса, отарлық санадан арылып, бүгінгідей өте үлкен қоғамдағы мәселелердің барлығын шешімін табуға болады деп мен санаймын. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Мен бүгін сіздерге алғашқы кіріспені айттым. Ендігі видеоларда осы кітаптардағы білімдермен нақты бөлісіп бастайтын боламыз. Видеоны ұнаған болса лайк басып, пікір жазыңыздар, арнаға тіркелуге өтуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ағартушы мен Собек. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.